Кербез көктеммен ілесіп келген халықаралық әйелдер күніне орай Жамбыл облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінде анаға құрмет көрсетті. Департамент басшысы Тараз қаласының тұрғыны алтын алқа иегері Насиха Ордабек қызының шаңырағына барып, ардақты ананы мерекемен құттықтады. Ғазиз анаға арнайы сый-сияпаттар табыстап, алдағы уақытта департамент атынан сауықтыру орталығына демалысқа жіберетіндігін жеткізді. Насиха жей кіндігінен тараған 10 бала, 21 немере, 17 шөбере сүйіп отырған ардақтана. Талас ауданы Көктал ауылында өсіп өнген әжей талай жыл колхозда, кейінірек мектеп-интернатта еңбек еткен. Қазіргі таңда бейнетінің зейнетін көріп, немере шөберелерінің ортасында бақытқа бөленіп отыр. 70-тің жетеуіне келген батыр ана жаңалықтарды ұдайы жібермей бәрінен хабардар болып отырады. Биылғы жыл айтулы шараларға толы, сондықтан бұл біздің еліміз үшін мерейлі жыл болады дейді. Келген балаларыма да рахмет айтамын, сол нелің бәрін жеткізіп бізге тұқтап келіп отырғандарыңа мыңда бір алғысымды айтамын әйелдер атынан. Мына көктемнің, мына жайнаған, мына көктем келе жатыр, құлпырып жүре беріңдер айналайын. Өбірлі шөбірлі болыңдар, немере шөбіре сүйіңдер біз құсап.